мен өзім осы психология саласында да өзім ілім алып жатырмын да. Сонда мынандай бір тұс бар. Бір адамға ақыл айту үшін де бір адамның өмірін үлгі тұту керек дейді. Яғни мысалы қисса, аңыз, біздің қазақ халқында мынау әпсана, аңыз деген мәселе өте керемет талқыланады ғой. Тіпті қасиетті Құранның өзінде 4-тен бірі қиссаға негізделген. Пайғамбарлардың өмірлері деп, біздің қазақ халқымыз осыны батырлардың жыры деп өте көп, мысалы Алпамыс батырдың жырын тыңдаған балалардың шынымен де ой өрісінің өте ерекше болатындығы дәлелденіп келе жатыр да. Соны айтады психологияда, егер бір адамға ақыл айту керек болса, онда бір адамның өмірін мысал келтір деп та. Осы тұста біз осы ханымдардың өмірін айтуымыздағы негізгі мақсатымыз, яғни сен де бір анасың, сен сияқты бір аналар өмірден өтті. Бірақ олар өмірдің қиындығына төтеп бере алды. Олар төтеп бергенмен қосымша елін тәрбиеледі, өзінің ұрпағын тәрбиеледі, өзін ғана ойламай, елін болашағын ойлап кетті деп бір халыққа сондай бір ұсыныс айтқымыз келеді. Сондықтан да бір өзіңіз әдемі не айттыңыз, ұсыныс айттыңыз. Садиктерде, балабақшаларда әжелердің ертегісі деген бір бөлім ашу керек па, я болмаса жаңа бір мектептің өзінде де біз Құда қаласа жақында Құда қаласа біз осындай бір орталықтар ашамыз. Сондағы біздің мақсатымыз, мен өзім қазір дін саласында жұмыс жасаймын, маған әйелдер келеді, жаңағы ажырасып кеттім, енем ұрсып жатыр, күйеуім үйтіп кетті деп. Менің өзім бар болғаны бір 15 жылдық тәжірибем бар. Не айтамын мен ағама мысалға, не деп ақыл айтамын? Ажыраспайын десең, жаңа түсінбейсің, не әйелді жақтарыңды білмейсің, не ер адамды жақтарыңды білмейсің, я болмаса жаңа енесін жақтарыңды білмейсің, келінді жақтарыңды білмейсің. Өйткені бізде тәжірибе жоқ. Бізде тек қана кітаппен оқып алғанымыз бар, бірақ тәжірибеміз. Ол енді қазақ айтады ғой, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білесің дейді ғой. Сондықтан да осындай өздеріңізде әжелердің осы бір қиссалардан, аналарымыздың тарихынан сыр шертіп, қоғамға бізге осылай бір көмек көрсетсеңіздер екен дейміз. Онсыз, мына бір қисса есіме түсіп отыр. Әкем көп айтушы еді. Әлі құлағымда қалған. Әкем өзі үлкен молда кісі болған. Сол кісі айтатын еді, кезінде бір батыр хан болыпты дейді. Ол хан ойлапты дейді, жас хан болады ғой. Бізге қариялардың не керегі бар депті дейді. Не жұмыс жасамайды, пенсия жаңағы үйде отырады, елдің тірлігіне араласпайды. Біз бұлардың бәрін зынданға тастайық дейді ғой жаңағы. Сөйтеді екен де барлығы өзінің әке-шешесін зынданға тастапты ханның айтуымен. Сонда бір бала, жоқ, бұл менің әке-шешем ғой, бұл менің әкем ғой деп, ата-анасын сандыққа салып асырапты дейді. Ешкімге көрсетпей. Сөйтіп біраз уақыттан кейін, әлгі өңкей жастар ғана өмір сүретін ел ғой. Бұрынғы заманда өткен ғой еді. Сөйтіп бір жерде келе жатса, сусыздыққа тап болыпты жаңағы ел. Сонымен енді не істейміз, суды қайдан табамыз деп бәрі шарқ ұрып жатқан кезде сандықтың ішіндегі әкесінен сұрапты. Әкешім, біз сусыздыққа тап болдық, не істейік десе, сиыр бар ма депті жаңағы. Бір сиырды қуалаңдар, сол қай жерге басын қойып жатса, сол жерде қасында су шығады депті ғой. Сонымен қасса сонымен су шығыпты. Әлгі ел сусыздықтан құтылыпты. Келе жатса, біраз көшпен келе жатса, бір көлдің айналасына келген екен, қараса көлдің асты толған жылтырап жатқан маржан екен жаңағы. Айтады ғой, жассыңдар, ана төменге түсіңдер де маржанды алыңдар дейді. Барлық мен деген жас жігіттер судың түбіне бойлайды, таба алмайды, маржанды ала алмайды. Ала алмасындар, бастарыңды шабам дейді жаңағы. Сонда жас жігіт келіп әке-шесін сұрапты. Я әкешім, біз маржанды ала алмай жатырмыз, өлейін деп жатырмыз, енді бізге бір ақылыңды айт десе, сол бір көлдің қасында ағаш бар ма депті. Я ағаш бар депті. Соның ішін қараңдар. Соның басында ұя бар ма депті. Ұя бар. Барып соның түбін қараңдар. Маржан соның ішінде депті. Барып қараса, шынымен де соның ішінде маржан бар екен. Соның жылтыры судың түбіне жарқырап түсіп жатқан екен ғой жаңағы. Сонда хан сұрапты, бұншама ақылды қайдан алдың? Біз бәріміз бұны білген жоқпыз десе, я хан ием дейді. Мен әке-шешемді сандыққа салып, қасымда алып жүрмін депті. Мен әр кез солардың ақылын алып жүрмін. Сондықтан да солардың бір ақылы болды деген кезде хан өзінің қателігін түсініпті дейді. Сондықтан жаңағы зынданда жатқан үлкен қариялардың бәрін шығарыңдар, олар біздің еліміздің ақылшысы, данагөйі болсын, олар бізге өмірлерінің көрген тәжірибесімен бөлсін деп, сол ел өте сонда бір дамыған ел болыпты деп әкем көп айтатын еді. Сондықтан да өткен тарих, біз өткенге қайта алмаймыз ғой.
бірақ дегенмен біз үшін үлгі алатын өте көп нәрсе бар. Біз де бір күні біреудің өткені боламыз ғой, енді шынап келген кезде. Сол үшін қазіргі енді айтпаса да болмайды, пайғамбарымыз былай деп айтады екен да, хадисінде келеді екен, алла тағаланың құзырына бір қария кісі келіпті дейді. Сол қария кісі мына күнәні не үшін жасадың десе, жасамадым деп айтты жаңағы қария. Сонда алла тағала өткізіңдер деп айтты жанатқа қарай да. Сонда періштелер сұрамай ма? Я Аллам, бұның мынандай күнәлерін көрдің ғой дегенде, көрдім, бірақ пайғамбар Мұхаммедтің үмметі болған үшін, ағарған сақалы үшін мен оны өткізіп жібердім, мен оның айыбын ашқан жоқпын деп айтты. Сонда пайғамбарымыз осы тұста жылапты дейді. Алла тағала менің үмметімнің ағарған сақалы үшін, яғни қариялар ғой, оның айыбын ашудан ұялады, бірақ қариялар Алланың алдында күнә жасаудан ұялмайды дейді. Бүгінгі таңда осы енді өзіңіз, біз айта алмаймыз ақылды әжелерге. Біздің оған құқығымыз да жоқ. Өйткені біз ол кісілердің көрген өмірін сүрген жоқпыз, ол кісілердің қиындығын көрген жоқпыз. Бірақ өздеріңіздей апалар ақыл айта алады да.